Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жаңа жылдық дастарханға осындай өте әдемі салат дайындайтын боламыз. Тура мандаринге ұқсайтын, іші өте дәмді болып шығады. Бізге суда піскен сәбіз, картоп, жұмыртқа және де тауық еті қажет. Барлығын жақсылап пісіріп, содан соң осылай терканың ең майда бөлігінен сәбізімізді өткізетін боламыз. Енді бізге картоп қажет. Картопты да дәл солай терканың майда бөлігінен өткіземіз. Өте дәмді болып шығады салат. Картопымыздың барлығын өткізіп алдық. Енді жұмыртқаны да дәл солай өткізетін боламыз. Сарысында, ағында бірге өткіземіз. Осылай майда әдемі болып шығуы қажет. Жұмыртқамызды өткізіп алдық. Барлығын дайындап, енді бізге тауықтың еті қажет. Оны осылай суытып, содан соң бірнеше бөлшектер болса ұзыннан турап, енді майда етіп турап алатын боламыз. Барлығы ұсақталған болған жақсы. Тауық етінде жақсылап майдалап турап алдық. Осымен дайын, осылай өте әдемі болып шықты. Барлығын дайын болдық. Бар болған осы 4 қана зат қажет. Енді ыдысымызға салатын боламыз. Ең бірінші тауық етін, содан соң картоп және де жұмыртқамызды саламыз. Сәбізді болған салмайсыздар. Осы үшеуін ғана саламыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Кішкене ғана саласыздар. Және де бізге майонез қажет. Барлығын бірдей көлемде қосып, соған қарай майонез қосасыздар. Дәмін көріп, енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Майонез тым көп болмай, аз болмай, орташа қоссаңыздар жеткілікті. Енді жақсылап араластырып аламыз. Бір-біріне бірігіп, жабысатындай болу қажет. Өте дәмді болып шықты. Енді қолдың көмегімен осылай жақсылап домалақтап шығатын боламыз. Бірінші бір-біріне біріктіріп, сосын видеода көрсетілгендей жақсылап айналдырып аламыз. Осы мандариннің формасына кішкене келтіріп аласыздар, домалақтап, содан соң кішкене үсті жағын басып, барлығын дәл солай қайталап шығасыздар. Енді бізге пищевой пленка қажет. Осылай кішкене ғана бөлігін алып, жайып аламыз. Содан соң енді піскен сәбізімізді жақсылап жайып шығатын боламыз. Қолмен де басып шықсаңыздар болады. Енді дәл ортасына қоямыз. Видеода көрсетілгендей барлық шетін жақсылап жауатын боламыз, қысып. Формасын бұзып алмай, жай ғана пищевой пленканы жапсаңыздар болды. Енді жақсылап айналдырып шығатын боламыз. Өте оңай дайындалады, дастарханда әдемі көрінеді. Енді сіздерге ашып көрсетейін, осылай өте әдемі болып шықты. Тура мандаринге ұқсап шығатын болады. Аппақ көрініп қалған шеттерінде жақсылап сәбізбен жауып қойыңыздар. Осымен барлығын осылай дайындап алдық. Енді бізге мандариннің жапырақтары қажет. Осылай жуып тазалап, енді бетін әдемілеп, сәндеп қойып шығатын боламыз. Таяқшасы болса, оны да қойсаңыздар болады, тура ортасына. Осылай әдемілеп, сәндеп аламыз. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда күнделікті жаңа рецептер шығаратын боламын. Барлығы жаңа рецептер. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осылай өте әдемі болып шықты. Баршаларыңыз